Құрметті Тамара Босымбекқызы, қазіргі таңда медициналық ұйымдарды әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры тарапынан қаржыландыру мәселесі өте өзекті екені бәрімізге мәлім. Жыл сайын елорданың көптеген емханаларында әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының тарапынан ұсынылған соманың қаржыландыру көлемі 60%-дан 80%-ға дейін төмендегені тіркеледі. Оңтайландыру бағытында жүргізіліп жатқан іс-шараларға қарамастан кәсіпорындарды қажетті көлемде қаржыландырудың төмендеуінен және болмауы есебінен несиені берушінің қарызы көбейіп келеді. Соның нәтижесінде кәсіпорындардың тамырына қан жүгірмейді. Өндіріске жаңа технологиялар енгізілмейді. Қызметкерлерді ынталандыру мүмкіндіктері жоқ. Мұндай жағдай аталмыш қор тарапынан бөлінетін қаражат көлемі әдейі төмендетумен ғана емес, сондай-ақ әр науқасты емдеуге бекітілген тарифтердің бір науқасқа жұмсалатын шығындарды жаппайтынымен де байланысты болып отыр. Жедел қызмет көрсету жүйесінде қолданылатын әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының тарапынан белгіленген ұзындық шкаласы бұл жағдайды одан әрі ушықтыруда. Сондықтан бұл мәселені шешудің мынадай жолдарын ұсынамыз. Біріншіден, жыл сайын берілетін өтінішке сәйкес әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының тарапынан қаржыландыруды толық көлемде жүргізу. Медициналық ұйымдар жыл сайын бұрынғы көлемде өтініш береді, ал аталған қордың тарапынан қаржыландыру көлемі азайып барады. Екіншіден, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне бөлінген қаражат жыл сайын толық игерілмей қалатындықтан, оны әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының пакеттерімен біріктірген жөн. Үшіншіден, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ақшасын жеткізушілер арасында берілген кезде комиссия құрамын өзгертіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдіктерін болдырмас үшін, белгілі бір компаниялардың мүддесіне лобби жасамас үшін отырыстарды ашық тәртіппен жүргізу қажет. Төртіншіден, базалық тарифті кем дегенде 25%-ға дейін ұлғайтуды қолға алу керек. Соңғы 3 жылда медициналық қызмет түрлерінің көлемі инфляцияны есепке алмағанда 8-12%-ға өсіп отыр. Бесіншіден, әр науқасты емдеуге жұмсалатын есеп пен төлем адамды емханаға қабылдайтын жерден бастап іс жүзіндегі шығындар бойынша жүргізілуі тиіс. Қабылдау нүктелерінде ем-дом алушыларға 2700 теңге деп көрсетілгенмен, ол жердегі диагностикалық қызметтерге 20-30 теңгенің көлемінде, 20-30 мың теңгенің көлемінде қаражат төленеді. Бұған рентгенография, компьютерлік томография, ультрадыбыстық зерттеу және өзге де зерттеулердің түрлері жатады. Алтыншыдан, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының 2023 жылдан бастап емханаларда енгізілген ұзындық шкаласы науқастардың денсаулығын тексеруді қиындатты, әрі шектеді. Сондықтан оны қолданыстан алып тастауды қарастырғанда жөн. Жетіншіден, науқастың негізгі ауруымен қатар патологиясы болған жағдайда ол емделген кезде екеуіне де төлем жасауы тиіс. Мәселен, пневмония деген диагнозбен ауруханаға түскен науқасқа 120 мың теңге тарифы бойынша қаражат бөлінеді. Ал оның пневмониядан бөлек қант диабеті, артериялық гипертензия, тағы басқа патологиялық аурулар болса, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры оған ақша төлемейді. Өйткені кешенді медициналық ақпаратты жүйеге оның негізгі диагноз ғана жазылады. Ал емхана болса, бұл науқасқа 120 мың теңгенің орнына бойында барлық патологиялық ауруларды емдеу үшін 300-500 мың теңгеге дейін қаражат жұмсауға мәжбүр.